Сәлем достар, лайк басып қолдаймыз. Бүгін жылқы туралы айтамыз. Жылқы ежелден бері байлықтың, сән-салтанаттың және астақ мәртебенің символы болып саналады. Әсіресе асыл тұқымды, сұлу мүсінді жылқылар адамзат мәдениетінде ерекше орын алады. Оларды тек көлік немесе еңбек құралы ретінде емес, нағыз қазына, тірі өнер туындысы ретінде бағалайды. Соңғы жылдары әлемде жылқыға деген қызығушылық артып, олардың бағасы да таңқаларлық деңгейге жетті. Сауд Арабиясында өткен дүниежүзілік аукцион осының айқын дәлелі болды. Бұл аукционда әлемдегі ең қымбат жылқылардың бірі сатылымға қойылып, көпшіліктің назарын өзіне аударды. Асыл тұқымды араб жылқысы мен ақалтеке тұқымдары, сұлулығы, төзімділігі және тектілігімен ерекшеленетін нағыз алтын жылқылар. Олардың дене бітімі нәзік, қозғалысы әсем, ал шабысы желмен жарысқандай жылдам. Осындай ерекше қасиеттерінің арқасында олардың бағасы да аспандап, кейбірі 14 миллион доллар сияқты рекордтық сомаға бағаланды. Бұл аукционда көптеген асыл тұқымды жылқылар миллиондаған долларға сатылып, жылқының тек жануар ғана емес, үлкен инвестиция және мәртебе белгісі екенін тағы бір мәрте дәлелдеді. Байлар мен коллекционерлер үшін мұндай жылқылар тек мақтаныш емес, сондай-ақ сән-салтанаттың ең жоғарғы көрінісі. Жылқы еркіндіктің, күштің және сұлулықтың бейнесі. Ал алтынға тең бағаланған асыл тұқымды жылқылар адамзаттың табиғатпен үйлесімінің, талғамы мен байлығының жарқын символы. Ораза айт қабыл болсын.